Сонымен қыздар, бірінші айда үйімізге хостовар алдық, екінші айда өзімізге косметика алдық делге. Енді үшінші айда не аламыз? Мен үшінші айда мысалы күйеуіме немесе балаларыма алар едім. Уход за кожей детям. Мысалы, зубная паста, детское масло для тела, шампунь, бюро басқызымы спрей, лосьон алам десеңіздер, обогревает дейді мысалы. Сонымен мысалы кішкентай балаларымызға алып қойдық. Енді бәрінің баласы кішкентай емес қой, иә? Көбінің балалары үлкендеу болуы мүмкін. Оларға жәнегендей коллекцияға кіріп, мысалы угри болса беттерінде, осы жерден увлажняющий болмаса не алсақ болады балаларымызға? Кремдер, иә? Қыз балаға болсын, ұл балаға болсын. Мен қазір шампунь алайын. Чеснок бұл шашыңызды өсіретін, яғни балаңызға бір шампунь, қыз балаңыз болса қыз балаңызға, ұл балаңыз болса ұлыңызға, яғни балаларымызға арнап аламыз. Қарап қояйық, қанша болған? 32 балл болды. Дезодорант алуға болады. Парфюм, үлкен балаңыз болса парфюм алып беруге болады. Шариковый дезодорант алсаңыздар болады. Мектептегі балаларға уже. Алты балл болды. Тағы балаларымызға не алсақ болады? Набор, макияж, коллекциядан алайық, календуладан и активированный угольдан да алсақ болады. Бет тазалайтын маска, активированный уголь. Угри барларға чайное деревоны и осыны рекомендация жасайды. Пожалуйста, 52 балл шықты. Артық болса, ішінен алып тастасаңыздар болады. 2 балл шығатын заттарымызды, мысалы. Түсінікті ғой, үшінші каталог бала шағаңызға алыңыз. Кішкентай балаларыңыз болсын, үлкен балаларыңыз болсын, яғни балаларыңызға любом случай бөлек аласыз. Осымен үшінші айыңыздың 50 балын қалай жасау керек екен? Мен сіздерге көрсетіп отырмын, иә? Не алам, мен ай сайын деп айтпайсыздар.